Әйтекебе кентінде аудан әкімдігі, прокуратура және аудандық полиция бөлімінің ұйымдастыруымен Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында ауқымды сенбілік өтті. Тазалық шарасына мемлекеттік мекеме қызметкерлері, Жасыл ел жасағы және тұрғындар қатысты. Сенбілік барысында Қазалы мәдени демалыс кешені мен Әйтекебе кентінің бірқатар аумағы тазартылып, қоқыстар шығарылды. Сондай-ақ бейберекет өскен шөптер шабылып, аяқ су арналары тазаланды. Әр азамат өзінің тұрып жатқан, өзінің туған жерін, өзінің есігін алдын, өзінің қоршаған ортаның тазалығын сақтауға міндетті, әрі перзенттік парызымыз. Сондықтан бізде аудан әкімдігімен және тиісті құқық қорғау органдарымен, прокуратурамен бірге осындай акциялар ұйымдастырылып келеді. Бұның негізгі мақсаты тазалық. Сыр өңірі, Қызылорда облысы, біздің Қазалы ауданы тазалығына барлығымыз жауаптымыз. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, қазіргі таңда біздің 1 маусымнан бастап Жасыл ел жасақтары қазір ауданымыздың міне жастарымыз тазалығына ат салысып жатыр. Негізгі мақсат бұл таза орта, мәдени тазалық мәдениетін қалыптастыру. Әр азамат өзінің үйінің есігінің алдында өсіп тұрған шөбін шабу керек. Менің қорам таза болсын, көше лас болсын деген қағидаттан арылуымыз керек. Сол кезде ғана біздің тұрып жатқан мекеніміз, еліміз, туған жеріміз таза болады деп ойлаймын. Тазалық жұмыстарының барысын аудан әкімі Алмасбек Есмаханов, аудан прокуроры Мадияр Бекпанов және аудандық полиция бөлімінің бастығы Нұрлан Ибраев арнайы аралап көрді. Олар тұрғындарды қоршаған ортаның тазалығына жауапкершілікпен қарауға шақырып, мұндай жұмыстар тұрақты түрде жалғасатынын айтты. Мемлекет басшысының Таза Қазақстан акциясы аясында прокуратура органдарымен ұйымдастыру шаралары жүзеге асырылды. Аудан прокурорының арнайы өкімімен жұмысшы топ құрылып, осы бағытта рейдтік іс-шаралар және түсіндірме жұмыстарын жүргізу іске асырылды. Нәтижесінде қоршаған ортаны қорғау және абаттандыру талаптарын бұзу деректері анықталып, заңнамаға сәйкес шаралар қабылдануда. Осы тұрғыда аудан тұрғындарын қоршаған ортамызды сақтауға және тазалықты, яғни қарапайым қағидаларды сақтауға белсенді қатысуға шақырамыз. Енді жалпы тазалық деген бұл әрбір үйден, әрбір көшеден, әрбір мекемеден, қаладан басталады. Жалпы Таза Қазақстан деген ол бір күндік қана науқан емес, бұл жалпы жалғасын табатын күнделікті науқан болып есептеледі. Бір жағынан тазалық бұл денсаулық кепілі. Сондықтан бүгінгі осы акцияға қатысып жатқан барша мекеме ұйым мүшелеріне ризашылығымды білдіріп, алғысымды айтамын. Аудандық прокуратураның ұйымдастыруымен Әйтекебе кентінің шет аймақтарында шашылып жатқан қоқыстар арнайы техникалардың көмегімен жиналып, полигондарға жеткізілді. Қоршаған ортаны таза ұстау әр азаматтың ортақ міндеті. Ұйымдастырушылар мұндай экологиялық акциялар алдағы уақытта да жалғасатындығын жеткізді. Зере Аралбайқызы, Ерқанат Асаутаев, Серік ТВ телеарнасы.